Мен ойлаймын 35 жасқа толған кезде мен қатты өкінетін заттардың бірі болады, что осы күнге дейін личный брендімді дамытпаған үшін өкінемін деп ойлаймын. Өйткені личный брендті дамыту оп оңай, тегін ғой. Обычно социальный сеть арқылы, Instagram, TikTok, YouTube арқылы күніне бір-ақ видео салу арқылы дамытуға болады. Личный бренд дегенде мен андай небір алаяқ жолдармен, басқа жолдармен айтып жатқан жоқпын, который өзіңіздің пайдалы біліміңізбен, пайдалы ойларыңызбен, лайфхактарыңызбен, өзіңіздің опыттарыңызбен, главное шариғат шеңберінен шығып кетпейтін дүниелерді видеоға түсіру арқылы, бөлісу арқылы дамытуға болады. 5 жылда, 3 жылда, 1 жылда ол жемісін береді. Хоть кәсіпкер болыңыз, кәсіпкер болмаңыз, товар сатыңыз, хоть услуга сатыңыз, сіз оның жемісін көресіз. Неге? Хоть сатпасаңыз да сіз ештеңе, нені каналыңызда монетизация қоссаңыз болады. Ол сізге как қосымша табыс, қосымша ризық болады. Мен ойлаймын, что адам осындай тегін мүмкіндікті пайдаланбағаны үшін саралады деп ойлаймын. Өйткені бұл да күнделікті жасалатын дүние, иншалла алда жемісін беретін дүние. Өзім жеке көзқарасым, осы личный брендке көзқарасым, бұны мен как инвестиция деп қараймын. Өйткені қазір ол актуальный, енді хоть ол кейін басқа социальный сет, хоть басқа платформа ашылып жатса да, біз ол жаққа кіріп кете аламыз. Өйткені бізде база болады. Екіншіден, біздің уже брендіміз, личный брендіміз әбден дамыған, мықты болса, ол жақта да бізді клиенттер өздері іздеп келеді, бізді табады. Былайша айтқанда, ризық артымыздан қуалайды. Сондықтан, иншалла, сәттілік, кімде қандай жақсы идеяларыңыз бар, қандай өздеріңіздің бір білімдеріңіз бар, бөлісіп, иншалла, екі дүниеге де қайырлы нәрсе жасалса болады. Сәттілік.